Анашым, сен бізге дарасың. Әлемде шын бақыт бар десе, сен өзің анасың. Анашым, ойлайтын баласың. Алладан кейінгі қамқоршым, тек өзің анасың. Анашым, ұрпақтың оятып санасын, даналар өтсе де ғасырда, сен маған данасың. Анашым, Ана жіпті ма? О жіпті біздер жасаймыз, сосын ораймыз, сосын мынандай қармақпенен мынандай тоқимыз, мынаны төшеліш дейді, ора, мынаны қой, мынаны бүйтіп ора. Біздер енді қазақта қолдан тоқылған ғой ертеде. Мына ескі қысқы киімдерді босқа далаға шашқанша жайлап, қиып, осылай жіңішкелеп, жіп сияқты қылып қиып, мынандай аяқ астына төсейтін, тағалдырыққа төсейтін, кіріп келгенде газдың қасында жүргенде аяғыңа жылы болу үшін осындай етіп мынандай дүние тоқимыз. Соны қызыма өзімше көрсетіп отырғаным ғой. Міне мынандай етіп тоқиды, көресің бе соны? Вот міне көреміз. Былай. Мынау қармақ деп айтайды мынаны. Сен өшкенде тоқисың ба? Міне осылай тоқиды. Міне қыттай песок саламыз, бауырсағымыз тәтті болу үшін. Кішкене тұзын саламыз. Мына біздің ашқымызды саламыз. Сосын жұмсақ болу үшін қыттай шалмаймызды қоямыз. Алқой саламыз. Көрген, сен бұлғап маған көмектесші. Сен бұлғаш, мен салып тұрайын саған. Ойшым, менің қызым қандай өсіп қалған. Екеуміз бұлғап, аштамыз осылай. Сосын мамасы оны қазір жауып, кішкене қындырып, кекелгенін күтеміз. Қызым, мына жаңағы ашқан бауырсағымыз ашылды, күшті болып көтерілді. Енді бұдан екеуміз бауырсақ пісіреміз. Күшті болып көтерілгенде екеуміздің бауырсағын қазір дайындап берем. Сен кесіп бересің мамаға да.